Қайырлы күн, армысыздар. Бүгін 15 желтоқсан. Кішкене видеом бүгін ұзақтау болады, соңына шейін көріңіздер. Ертең егемендігіміздің күні 16 желтоқсан. Мерекелеріңіз құтты болсын, еліміз тыныш болсын. Бүгін мен айтайын деп тұрған жағдай осы бірақта болып қалды. Бір педофилияны насихаттаған онлайн медреседегі Балнұр деген әйел туралы шу болып жатыр. Сол видео туралы Әсел, сосын мен видео шығарып едім. Нұржан Смағұлов деген имам Әселге атака жасады. Мен бүкіл мұсылман саған айтып саламын деп. Содан 7-8 видео шығарыпты. Бұл жерде біз оның дініне еш нәрсесін тиісіп тұрған жоқпыз ғой. Балнұр деген ашық түрде педофилияны насихаттап жатыр деп, сол туралы видео шығарғанбыз Қазақстанда. Ол анау 15-16-ға келген, месячный келген қыздар туралы емес, оны қазір көресіздер. Өткен жолда саған бүгінде кішкене қосып салам. Ол жерде ашық түрде етек кірі келмеген, месячный келмеген, месячный келетін жасқа жетілмеген кішкентай бүлдіршіндермен бірінші талақ пен екінші талақтың ортасында бала туу, бала болу қаупі жоқ болғандықтан тұра беруге болады деп ашық түрде педофилияны насихаттап отыр. Халықаралық заң нормативтер бойынша, Қазақстанның заң нормативтері бойынша, жалпы мен адам ретінде де маған ол маңызды емес. Ол коммунист болсын, атеист болсын, буддист болсын, анархист болсын, исламист болсын, баптист болсын, қай сенімде болсын, маған маңызды емес те. Қазақстанда педофилия жазылған кітаптың авторы Сталин болсын, Гитлер болсын, Карл Маркс болсын, Энгельс болсын, ондай кітапты Қазақстанда жазған автор педофил болып есептелінеді, және сол кітаптың жазбаларды оқыған адам педофилияны насихаттаушы болып есептелінеді. Ал сол Балнұр кеше видео шығарыпты. Ол жерде ол өзінің педофилияны насихаттаған сезініп тұрған жоқ. Мысалға, бір баланы зорлаған педофилдан педофилияны насихаттаған адам 100 есе, миллион есе қауіпті болып тұр да. Бір баланы зорлаған педофилді біз қызды, олды өмір бойына түрмеге қамасын, не өлім жазасына кессін дейміз. Ал бұл жерде Балнұр деген әйел ол өзін педофилді насихаттадым деп ойлап отырған жоқ. Ол бүйтіп ойлап отыр да, мен конституциялық правам бар, әркім өзі біледі деген секілді солай айтып тұр да. Енді соған біз үндемей қала алмаймыз. Бұл жағдайда мен нақты муфтият имамдарына, пәтуа бөліміне сұрақ қойғым келеді. Мен теолог емеспін, сондықтан ертең бұлар секіріп шығады, біздің дінімізге тіл тигізді деп, сондықтан өздері жауап берсін. Өйткені бұл Балнұр деген әйелді муфтият имамдары әзір еш нәрсе деп айтып отырған жоқ. Бірақ Нұржан Смағұловтың сол видеосын муфтияттың белді имамдар бөлісіп отыр екен. Соған қарап мен таңғап тұрмын да. Енді бұлар айтады, біздің дінімізде педофилия жоқ дейді. Месячный келмеген қызбен төсек қатынасын жатқан адам, ол қалай ақсатағанда педофил. Ол біткен педофил. Оны қолдаған адам педофил. Тек қана педофил қолдайды оны. Енді біздің муфтияттың бас пәтуа бөлімі бұрын Қонарбек Ағарбайұлы болған, қазір Сансызбай Құрбанәлі ғой деймін, қателеспесем сол кісі ғой деймін. Кім болсаңыздар да, менде сол бүгін 15-і, 17-сі кешкі сағат 7-ге дейін сіздер жауап беріңіздер. Бұл өте қауіпті, сұмдық. Қазақстанда бірінші рет болып тұрған жағдай, біз білмейміз. Бұл қыздың өзінің онлайн медресе деген 4 жыл болған екен, онда 50-60-тай сабақ берген екен. Ол неше рет педофилия туралы сабақ бергенін біз білмейміз. Экстремизм туралы сабақ бермей, әйтеу бір-екі видеосын білеміз. Біреуінде туыстар үйленуге болады деген, амға ам тұрмысқа шықса, ам сөйтеді деген видеолар бар. Қазір көресіздер, елдер не сұрап жатыр? Апам мынау ам деген несі деп түсінбей. Мен айттым, түсініп тұрсыңдар ғой дедім де. Ол жарайды, үлкен адамдарға байланысты. Ол өзі исламның мәдениеті, ислам ұстайтын адамдар мақтанады. Біздің өркениетіміз, екі ағайынның балалар үйленеміз деп. Онда менің шаруам жоқ. Ислам ұстайтын адам өзі біледі, ол үлкен кісілер. Ал мынау кішкентай балаларға қатысты дүние болғаннан кейін, бұл істі біз соңына шейін апаруымыз керек, және бізді сіздер халық қолдауларыңыз керек. Егер ашық түрде онлайн медреседе өзін ұстаз санаған адам, өзін білмеймін, мен ұстаз санап отыр ма, мен ұстаз емеспін деп тұр ғой. Өзі мұсылман санаған әйел, қандай әйел болса да, педофилияны ашық насихаттап жатса, бұл адам конкретно сұрауға алу керек. Ана педофилдер 10 жылға, 15 жылға сұрауға алса, бұл 20 жылға сұрауға алу керек. Өйткені бұл ойлап тұр ғой деймін, мені қанша штраф қана төлейді, педофилияны насихаттауға Қазақстанда болады деп. Сондықтан мен қазір мына жерге WhatsApp-ын салам, бауырлар. WhatsApp-ма сол туралы нақты бұл медресеге қатысты, медреселерде мұғалім болған адам ба Балнұр. Қазір түрін көресіздер өздеріңіз.
соны нақты маған жазба жазыңыздар. Телефон соқпаңыздар, уақытым жоқ, оны алатын. Тек жазба жазыңыздар. Осындай медреседе мұғалім болған, не осындай жерде істеген деп. Не болса, білмесеңіздер, жазбаңыздар. Білетіндер конкретно ответ жазыңыздар. Өйткені анау Нұржан Смағұловтың видеосының астында елдер жазып жатыр да, педофилдерді қолдайтын педофил кісілер жазып жатыр да, бұл қызды неге имамдар ақтап алмайды, бұл мұғалім еді ғой, бұл ұстаз еді ғой деп солай жазып жатыр. Сондықтан нақты бізге ақпарат керек болып тұр. Екіншіден, алдында отырған достар, бауырлар, қазақ елі донат салыңыздар. Өйткені біздің жұмысымызға донат қолдау керек, қаржылай қолдау керек, экспедиция жасатамыз, басқа да жұмыстар бар, донат салыңыздар. Әзір біздің фонд жаңа жылдан кейін ғана гранттарға қатысып жұмыс істей бастайды. Әзірге сіздер қолдаушыларымыз, сіздер, мен алдында білем, менің подписчиктерім ішінде коммерсанттар бар, кішігірім бизнесмендер бар. Шамаларыңыз келгенше осындайда қолдау білдірмегенде қай кезде қолдау білдіресіздер. Мақажан Жұмабаевтың өлеңі бар ғой, шәкірттер медреседе түсіріп жатыр, атың өшкір оқығандар нетіп жатыр дейді ғой. Егер елімізде педофилияны тайраңдап, насихаттап, оны бір жайбырақат нәрсе секілді бізге кәдімгідей өршеленіп жауап беріп тұрса, бұл сұмдық нәрсе. Бұндайды біз тыймасақ, біздің елдігіміз қайда, біздің ұлттығымыз қайда, біздің онда құрғанымыз. Бауырлар, бізді қолдаңыздар, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Каспиді, WhatsApp'ты қоямын. Төбемізде көк тәңірі, арқамызда аруақ, алдымызда болашақ. Біздің алмайтын тау жоқ, біздің алмайтын биіктер жоқ. Біз бәрін аламыз, біз бәрін жеңеміз. Өйткені біздің жалғыз тұғырымыз, мемлекетіміз астымызда діңгек болып тұрған, жалғыз тұғырымыз конституциямыз және президентіміз. Осының бәрін біз қолдай отырып, бүкіл жеңістерге заңды пайдалана отырып жетеміз. Бауырлар, таратыңыздар, көріңіздер. Видеоларды қосам, соңына шейін көріңіздер. Маған ақпарат жазыңыздар, донат салыңыздар. Бар болыңыздар. وإن كانت المرأة لا تحيض من الصغر أو كبر فأراد أن يطلقها لسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر وطلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى. Егер де талақ беретін әйелі хайыз көрмейтін жасы кішкентай болса да, әлі хайыз көру жасына келмеген болса да, немесе хайыз көрмейтіндей үлкен жаста, яғни хайыз көру мерзімі аяқталған әйел болса, сондай әйелді талақ беруді қалайтын болса, яғни сүннет талағын, сүннет бойынша талақ беруді қалайтын болса, оған бір талақ береді. Яғни ода хайыз келмегеннен кейін қалай анықтайды, таза күндерін. Сол үшін талақ береді, одан кейін бір ай күтеді. Bir aydan кейін екінші талағын береді, тағы бір айдан кейін үшінші талағын береді. ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها. Бұндай әйелдерде қосылу мен талағының арасын бөлмесе де болады. Мысалы, қосылып, содан кейін талақ берсе де болады. Яғни арасын وطئها وطلاقها بزمان, яғни заманмен бөлуі шарт емес. Себебі не үшін? Бәрібір бұл әйелдер хайыз көрмейді, хайыз көрмегеннен кейін жүкті болып қалу деген күмән болмайды. Сол үшін қосылып болғаннан кейін талақ беруге жарайды. Оттолақ дейін. ويجوز للابن العام أن يزوج الابنة عمه من نفسه. Bir амнан болған бала өзіне амнан болған қызды үйлендіре алады. Ол кім? Ам дегеніміз кім? Сіздің әкеңіздің ағасы, сол ағасының баласы, сол амның баласы болады. Сол амның баласы өзіне дәл сондай қызды үйлендіре алады. Мысалы, сізге сіздің әкеңіздің ағасының баласы үйлене алады. Яғни екеуіңіз бір-біріңізге махрам болмайсыздар. Кейінгі мәселе, осы мәселені талқылау, осы мәселені көтеру себебімен маған қысым көрсеткеніңіз үшін, моральны түрде қысым көрсеткеніңіз үшін, керісінше мен сізді жауапкершілікке тартуды талап етемін.